Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын әрі оңай дайындалатын кекс зебрінің рецептісімен бөлісетін боламын. Қажетті ингредиенттердің тізімін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Өте қолжетімді заттардан жасалады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ал енді бастайық. Ең алдымен жұмыртқа мен қантымызды жақсылап ағарғанша миксерлеп алатын боламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз, араластырамыз. Және де сүт қосамыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Барлығын жақсылап араластырамыз. Миксермен емес, қасықпен араластырсаңыздар да болады. Енді құрғақ ингредиенттерді салатын боламыз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Разрыхлитель қосамыз. Кукурузный крахмал саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз біркелкі масса болғанша. Дайын болған массаны мен осындай кондитерлік қалташаға салып алдым. Қазір салған кезде оңай болу үшін сіз қасықпен салсаңыздар да болады. Және де массаның 1/3 бөлігін алып қалатын боламыз. Енді массамызды формамызға салатын боламыз. Менде осындай силиконды форма, бұны майлап қажет емес. Егер де сізде темір форма болатын болса, сары маймен майлап жүрсеңіз болады. Барлығын осылай құйып шығатын боламыз. Шамамен мен 2-3 ас қасық салдым. Енді жаңағы қалдырған екінші массамызға сүтіміз бен какаомызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Бұл массамызды да кондитерлік қалташаға салып алатын боламыз. Құйған кезде бетіне ыңғайлы болу үшін. Енді массамызды видеода көрсетілгендей құйып шығатын боламыз барлығыны. Барлығын құйып шыққаннан кейін видеода көрсетілгендей шпажканың көмегімен осылай араластыратын боламыз. Осындай 12 штуктай кекс шығатын болады. Енді 180 градуста 25-30 минуттай пісіретін боламыз. Мінекей біздің кекстарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Ортасы барлығы толықтай пісіп, жұмсақ болып шықты. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.